Құрметті әріптестер, ардақты ата-аналар, қадірлі оқушылар. Міне тағы бір оқу жылы өз мәресіне жетті. Бұл жыл оқушыларымыздың білім алуға жан-жақты дамуы мен тұлғалық қалыптасуға бастар маңызды кезең болды. Бүгін еліміз бойынша 4 миллионға жуық оқушы ұстаздарымен және ата-аналарымен бірге дәстүрлі білімім отаныма бірыңғай сынып сағатында оқу жылын қорытындылауда. Соңғы сабақтың дәл осы форматта өтуі жас ұрпақтың болашағына деген ортақ жауапкершілік пен бірліктің айқын көрінісі. Биылғы оқу жылы толағай табыстар мен жарқын жетістіктерге толы болды. Мемлекет басшысының бастамасымен елімізде бір жыл ішінде рекордтық көрсеткіш 257 жаңа мектеп ашылды. Олардың қатарында жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынған алғашқы заманауи білім ордалары да бар. Оқушыларымыз халықаралық білім додаларында 362 медаль иеленіп, оның 41-і алтын медаль болды. Астаналық 10-шы сынып оқушысы Нұргүл Егенбергенова Азия физика олимпиадасының ең үздік қатысушысы. Маңғыстау облысынан Рамазан Утантаев Азия тынық мұхит аймағының ең мықты лингвисі, ал Шығыс Қазақстаннан Алдияр Амангелді Орталық Азияның үздік информатика ретінде танылды. Ел тарихында алғаш рет колледж студенттерінен құралған Қазақстанның ұлттық құрамасы Францияда өткен 47-ші WorldSkills чемпионатында зор табысқа жетіп, 7 медальон иеленді. Бұл додада павлодарлық Артур Лейман ұлт үздігі номинациясын жеңіп алды. Мұның барлығы отандық білім беру жүйесіндегі жүйелі реформалар мен қажырлы еңбектің нақты жемісі. Құрметті ұстаздар, сіздер мектептің жүрегі, білім мен тәрбиенің алтын арқауысыздар. Академиялық біліммен қатар шәкірттеріңізге ұлттық құндылықтарды дарытып, олардың саналы азамат болып қалыптасуына өлшеусіз үлес қосып келесіздер. Биыл білім беру саласында алғаш рет бірден 2 педагог Гүлжанар Нұрпейісова менен Эльмара Праисова Қазақстанның еңбек ері атағына ие болды. Бұл мемлекет пен қоғам тарапынан ұстаз еңбегіне көрсетілген жоғары құрмет пен шынайы алғыстың айқын белгісі. Әріптестер, сіздерге өскелең ұрпаққа сапалы білім мен өнегелі тәрбие берудегі жанашырлықтарыңыз, ұстаздық миссияға деген адалдықтарыңыз үшін шынайы ризашылығымды білдіремін. Биылғы жетістіктердің артында әр қайсыңыздың маңдай терлеріңіз бен қажырлы еңбектеріңіз бар. Құрметті ата-аналар, сіздердің үнемі балалардың жанынан табылып, олардың алаңсыз білім алуына, жан-жақты дамуына көрсеткен қолдауларыңыз біз үшін аса маңызды. Мектеп пен отбасының өзара үйлесімді ынтымақтастығы балаға қауіпсіз әрі жайлы орта қалыптастырудың басты кепілі. Биылғы оқу жылының тағы бір маңызды жетістігі балалардың құқықтарын қорғау жүйесін нығайту болды. Осы мақсатта мемлекет балалардың білім алуына, тәрбиеленуіне және дамуына бағытталған 3 негізгі заң қабылдады. Қымбатты түлектер, бүгін 217 мыңнан астам 11-ші сынып түлегі мен 173 мың колледж бітіруші үшін өмірдің жаңа белесі басталды. Бұл кезең жауапты шешімдер қабылдайтын, үлкен мақсаттар мен жаңа бастамаларға қадам жасайтын маңызды уақыт. Ардақты түлектер, сіздер алған білімдеріңізді ел игілігі үшін жұмсап, мемлекетіміздің жарқын болашағына адал еңбек етесіздер деп сенеміз. Мектеп пен колледж қабырғасында алған білімдеріңіз болашақ жетістіктеріңіздің берік іргетасы болсын. Өйткені ел болашағына қызмет ету нағыз отаншылдықтың жарқын көрінісі. Оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Ақ жол, жас түлектер.